Сәлем достар, сіздермен осындай етті бәліштің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Қамырына жылы су, сұйық май, тұз салып, тұзы ерігенше араластырып аламыз. Содан соң қопсытқышымызды саламыз. Онда 2 бөлікке салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз дайын. Енді осы қамырды салфанға салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Бізге керек пияз, асқабақ, картоп, фарш. Барлығын ұсақтап тураймыз. Дәміне қарай қара бұрышымызды, кинза, сира салсаңыздар да болады. Тұз саламыз дәміне қарай. Қатты ащы болып кетпеу керек. Содан соң барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мен зира қостым. Сіздер қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Майлы, әдемі болып шығу үшін кішкене сұйық май құйып жіберуге де болады. Міне біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп жаямыз. 2 бөлігін үлкендеу, 2 бөлігін кішілеу етеміз. Себебі үлкен бөлігін астына, кіші бөлігін үстіне төсейміз. Міне астыңғы бөлігі дайын болды. Мен сияқты осылай оқтауға орап, формамызға салып алыңыздар. Міне біздің астыңғы бөлігіміз дайын болды. Енді үстіңгі бөлігін жайып аламыз. Қатты үлкен болып кетпеу керек. Енді салмамызды 2 бөлікке бөлеміз. Себебі менде 2 етті бәліш шығады. Салмамызды салып, бетіне жаңағы кішілеу қамырымызды төсеп, жан-жағын біріктіріп шығамыз. Егер де сіздер бір бәліш жасағыларыңыз келсе, мен ұсынған рецепті 2 есе азайтып жасасаңыздар болады. Бәлішіміздің ортасын тесеміз, себебі арасына ауа кіріп, ортасы толықтай пісу керек. Бетіне бір жұмыртқаны осылай жағып шығамыз. Әркімнің пеші әртүрлі болады, сол үшін баяу отта пісіріңіздер. Мен бетіне күнжіт септім. Егер күнжіт ұнамайтын болса, мак сепсеңіздер де болады. Содан соң 40-45 минутта 150 градуста пісіріп аламыз. Баяу отта пісіріңіздер, арасы толықтай пісіп шығу керек. Міне біздің етті бәлішіміз дайын. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, себебі алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған Жансая.